Жастарды әскери патриоттыққа тәрбиелеу аясында және Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі Кеңес одағының батыры армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің туылған күнінің 100 жылдығы қарсаңында механикаландырылған бригада аумағында патриоттық ашық есік күні акциясы өтті. Шымкент қаласында орналасқан номері 35748 әскери бөлімінде қала жастарына арналған арнайы ашық есік күні өтті. Арнамыздың түсірілім тобымен әскери күннің бір күндік өмірімен үзінді түсіріп қайттық. Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығымен бірлесе Шымкент қалалық әскери бөлім 35748 әскери бөліммен бірлесе отырып ашық есік күні Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орай, атамыздың 100 жылдығына орай ашық есік күнін деп бүгін жариялап, Шымкент қаласының 300-ге жуық жастарын қазір осы әскери бөлімге алып келіп отырық. Бір күндік әскери өмірмен таныстырып, алдағы уақытта қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз осы әскери борышын өтейді деген сеніммен осы іс-шараны ұйымдастырып отырық. Әскери бөлімнің трибунасынан қатысушыларды бригада басшылығы, қарулы күштер ардагерлері, қалалық филиалының төрағасы, отставкадағы подполковник Серікбай Оңбаев және ауған соғыс ардагерлері мен мүгедектер кеңесінің төрағасы Серғали Рысбеков қарсы алды. Олар осы әскери бөлімдегі қызметтің барлық ерекшеліктері туралы айтып, оның құрылу тарихына, жетістіктері мен сарбаздардың қызметіне тоқталды. Бүгінгі әскерилердің өмірімен танысып жатырмыз. Олардың бір күндік тамақтары және де қандай қарулар қолданады, және де қандай техникалар бар екенін көріп жатырмыз. Мен алдағы уақытта әскерге баруға жайлы толықтай ойымды өзгертті. Әскердің түк қиындығы жоқ. Алдағы уақытта әскерге баруға тырысамын. Және де басқа да балдарға, әскерден қашып жүрген ерлерге армияға келуге шақырамын. Саптық алаңдағы әңгімеден кейін оқушыларға әскерде қолданылатын техниканың, қару-жарақтық және киім нысандарының арнайы жабдықтары мен инженерлік құралдардың негізгі үлгілері ұсынылды. Барлаушылардың далалық киім үлгісі, бұл киім үлгімен жауынгерлік міндеттерді және де далалық шығыстарды осы киім үлгісімен жүреді. Оқушылар үшін бөлім аумағындағы жататын үй-жайлар, оқу нысандары, жаттығу және демалыс бөлмелеріне экскурсия өткізілді. Бүгін осы іс-шараны ұйымдастырып отқан себебіміз қазіргі жастарды патриоттық рухқа баулу. Армия генералы Сағадат Нұрмағамбет 100 жылдығына орай ашық есік ұйымдастырып, Шымкент қаласындағы осы бірнеше мектептерді ашық есікке шақырып, 300-ден астам бала келіп, қазіргі таңда барлық қару-жарақпен, техникалармен танысу іс-шарасы өтіп жатыр. Айта кетейік, Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы мен номері 35748 әскери бөлімнің ұйымдастыруымен өткен шарада әскери қызметшілер келісімшарт бойынша қызметтің ерекшеліктеріне және әскери оқу орындарына түсу және оқу ерекшеліктеріне қызығушылық танытқан жоғары сынып оқушыларының сұрақтарына жауап берді. Олар қабылдау ережелері және ұбт нәтижелеріне қойылатын талаптар, дене дайындығы және денсаулық жағдайы туралы толық ақпарат алды.